Гендер патиде ұл шығып, енді точно 500 000 теңге ұтпайтын болған соң, ең болмаса сумка в роддом жинап берейін деп, енем маған сумка в роддом жинап берді. 27 апта болғанда енеммен жүріп роддомға керек барлығын сатып алдық. Біз қай жерде не арзан екен қарап, таңдап жүріп, 3 түрлі магазиннен бөліп жинадық. Үшінші барған магазин ең арзан болып шықты. Содан уже барлығының бағасын біліп алдық. Енді қырмызыға да сумка в роддом жинап бастадық. Скоро гендер пати жасаймыз, сол кезде сіздерге де хабарын айтамын. Әлі 500 000 теңгені ұтты ма, ұтпады ма белгісіз. Енем маған сумканы жинап берген соң, мен қырмызыға жинауға көмектесейін деп шештім. Осы да сумка в роддом дегенде сразу қайда бару керегін біліп тұрдым. Солай қырмызы екеуміз бірге Ақтаудағы кішкентай нәрестелерге арналған ең күшті Асыл Кейтс деген магазинге бардық. Іші үлкен, кең екен және қаланың қақ ортасында. Солай роддомға керек заттардың списогін алып, бірінші сорочка таңдадық. Қайсысын аларымызды білмей ұзақ басымыз қатты. Бәрі әдемі ғой. Соңында халатпен бірге тұратын тройка түрін таңдадық. Біз баланың полын әлі білмейтін болған соң, балаға көп киім алмадық. Тек роддомда киетін 1-2 ғана киімін таңдадық. Сумканың өзін, пеленкалар, гигиеналық заттарын алдық. Келесі видеода сумка в роддомға обзор жасаймын. Как раз не алғанымызды бірге ашып көрейік.